Біз өзі бір-бірімізді үстіп, бәлкім керек емес жерін іздестіріп отырмаса қазақ болмаймыз ғой. Дұрыс. Бұл анықтау үшін жасалған шаруа. Дұрыс. Сұрақ. Иә. Сценарийдің негізін жасаған марқұм досымыз Таласбектің сыртта қалуы талай адамның, мысалы менің де көңіліме келді. Айтатын жоқ. Енді біріншіден Құнанбаймен Досқанды былай қойғанда, өнер ғой. Бұл өнер. Біріншіден. Екіншіден, шынын айту керек, Таласбек екеуміздің тапқан тың тақырыбымыз. Біз 5 жыл төңірегінде іздендік. Өйткені Біржан Салдан кейін, Біржан Салды халық дұрыс қабылдағаннан кейін, бізге енді одан төмен түсу әрине өнерде бола береді. Оның шыңы да бар, ойбаты да бар, ондай бола береді дей тұрғанмен, біз тақырыпты сол 5 жыл бедерінде іздеп тапқанымыз осы Құнанбай болды. Әрине біздің алдымызда Мұқаңның Абай жолы тұрды. Біз бірақ Құнанбайды жерге түсірейік дедік. Оны пенде ретінде көрсетуге тырысайық. Оның адами қасиеттерін, ішкі адами тебіреністерін көрсетейік дедік. Көзіне қаймық жасалатын Құнанбайды көрсетейік. Анасының алдында бала ретінде анасына мейірімін төккен Құнанбайды көрсетейік. Тізесін бүге алатын. Ананың алдында. Деп шештік. Кеше алмаған жауы, бітірмеген дауы қалмаған қазақ еді. Енді міне, алапаты қайтқан, базар тарқаған. Буыннан алған дерді. Ақыр соңында қолға жүрекке қиянат болып жетті. Сол ойымыз негізі дұрыс болды ма деймін. Әрине бұл көркем дүние, шығармашылық дүниеде біз не айтқымыз келді онымен. Оның барлығын ойға асыра алдық. Мына бір өткел кезеңде көрерменге ой салу оңай емес. Осы тұрғыдан көрерменге ой салдық деп ойлайсың ба? Ой салдық деп ойлаймын. Көркем дүние болғаннан кейін біздің негізгі ойымыз бәрібір ол әлгі хроникалық дүниені беру емес. Әрине. Құнанбайдың тұлғасын аша түсу. Сондықтан да болар оның анасы мен сахнасы. Оның жаңағы түрмедегі Кенеханға байланысты айтатын сөздері. Кәдімгі қадау-қадау, жалғыз көзі, күннің кәдімгі запыран шашқан кезеңіндей. Әлгі Тілмәшқа айтады ғой. Ей Тілмәш, менің айтқанымның барлығын жеткіз. Бір сөзімді жұмсартушы болма. Маған жаның ашымай-ақ қойсын. Көп болса, бір қазаққа ит жеккеннен топырақ бұйырар. Кешегі Абылай өлгенде де қазақтың шаңырақ ортасына түскен жоқ. Міне осындай кәдімгі Құнанбайдай даланың ұлы перзентінің аузынан шыққан сөздер біз үшін кәдімгі концептуальды дүниелер болды. Мысалы, Қамқа мен Қодарды жазалайтын жерінің өзінде Құнанбай қандай тұлғалығын көрсетіп тұр. Анау екеуін жазалап болғаннан кейін атына мінерде біреу келіп Қодардың қалған жерін сұрайды. Сонда Құнанбай қандай сөздерді айтады? Жоқ түсіп, Қодардың алуға татитын жері болса, оны сен алмайсың. Туған туысқаны, ағайын алады. Уа Құнанбай, бәрінде өлім жуық бетті ғой. Енді тым болмаса мәйіт алуға рұқсат ет. Мұсылманша арулап қойайық. Рұқсат. Әр ру бір тоғыздан мал атасы. Марқұмның кәдесін атқарып жіберіңдер.
Міне, бұл Құнанбайдың парасаттылығы. Соның парасаты арқылы, бұның талғам таразысы арқылы, бұл халықтың мүддесінің алдындағы үлкен жауапкершілігін сезіп тұр.